Қыз бала тұрмысқа шыққан кезде күйеуінен бөлек көптеген жаңа туыстар табады. Олармен ортақ тіл табу жаңа түскен келінге оңай соқпасы анық. Келін қашанда өзінің күйеуін ол менің қорғаушым, балаларымның әкесі және ол тек өзіне ғана тиесілі деп ойлайды. Алайда кейбір енелер, әсіресе қандай да бір себептермен жалғыз қалған, күйеуі жоқ әйел адамдар жалғыздықтан қорқады. Жаңа түскен, әлі оң солын талып үлгермеген келін әрине күйеуінің анасымен бәсекелескісі келмейді. Көбіне бұл бәсекелестікті ене ұлын өзіне жақын ұстау үшін ұйымдастырады дейді психологтар. Кейде ене мен келіннің мінездері немесе құндылықтары сәйкес келмейді. Мысалы, біреу барлық нәрседе тәртіпті қаласа, ал екіншісі стихиялықты қалайды. Бұл өзгертуге немесе түзетуге болмайтын туа біткен психологиялық сипаттамалар. Мұндай жағдайда екі әйелдің бөлек тұрғаны жақсы. Бұл сізге өз қалауыңызбен өмір сүруіңізге мүмкіндік береді. Және сонымен қатар жұбайлардың жақын қарым-қатынасына ештеңе кедергі келтірмейді. Дегенмен жағдайлар әртүрлі болуы мүмкін. Үйдің кішісі немесе жалғыз ұл ата-анасының қасында қалады және бөлек тұру үшін әрқашан мүмкін бола бермейді. Ене мен келін арасында түсініспеушілік туындап жатса, ол анасына әрқашан әйелін құрметтейтіндігін, оны жақсы көретіндігін және өз таңдауына риза екендігін баса айтуы керек. Және анасына да әрқашан оны қолдайтындығын білдіруі керек. Мұндай жағдайда анасының көңілі орнына түсіп, жағдай ушықпайды. Келін де өз тарапынан енесінің сезімдерін түсінуге тырысқаны абзал. Көбінесе жанжал анасы саналы немесе бейсаналы түрде ұлының таңдауынан бас тартқандықтан туындайды. Яғни келіннің ұнатпауынан, менің ұлыма бұл қыз лайық емес деген пікірден туындап жатады. Ұлы үйленбей тұрған кезде анасы мен ұлының ортасын ешкім бөлмеген. Анасы баласына көбірек көңіл бөлген, қамқор болған және оның өмірін басқарып отырған. Бұл анасы тарапынан ұлдың таңдауын менсінбейтін өзімшіл ұстаным болып саналады. Ешқашан анаңызға әйеліңіз туралы немесе әйеліңізге анаңыз туралы шағым айтпаңыз. Бұл тек жанжалды күшейтеді. Сіз өзіңіздің және отбасыңыздың мәселелерін анаңызбен емес, серіктесіңізбен шешуіңіз керек. Сондай-ақ келін де енесіне үнемі құрмет көрсетуі қажет. Өйткені ол сіздің күйеуіңізді осы өмірге әкелген адам. Енеңіздің қалыптасқан әдеттері мен көзқарастары бар екенін ұмытпаңыз. Оның тәжірибесі мен өз пікірі бар. Енеңіздің өмір салтын өзгертуге тырыспаңыз. Себебі ол кісімен сіздің көзқарастарыңыз, тәрбиелеріңіз әртүрлі. Егер сіз енеңіздің үйінде тұрсаңыз, сол үйдің ережелерімен келісуіңіз керек. Кей нәрселерді екеуі ара келісу арқылы шешім қабылдауға болады. Ашық сөйлесіңіз, диалог құрыңыз және өз мәселелеріңіз туралы ашық айтудан тартынбаңыз. Бірақ енеңізді немесе оның өмір салтын ешқашан сынамаңыз. Үй шаруашылығындағы кейбір міндеттерді бөліп алуға болады. Бұл өзара айыптаулардан аулақ болуға көмектеседі және әркім өз аумағын бақылай алады. Аумақтық шекараларды сақтаңыз. Енеңіздің бөлмесіне оның рұқсатынсыз кірмеңіз және оның заттарын сұрамай алмаңыз. Енеңіз бен оның ұлы арасындағы қарым-қатынасқа араласпаңыз. Бұл сіз келгенге дейін көп уақыт бұрын орнаған қарым-қатынас. Өзіңізге және серіктесіңізге қамқорлық жасаңыз. Уақытыңызды тиімді пайдаланыңыз. Сүйікті хоббимен айналысыңыз. Сонымен қатар күйеуіңізбен жалғыз уақыт өткізудің жолдарын табыңыз. Егер сіздер бөлек тұра алмайтын болсаңыздар, күйеуіңіздің отбасында қалыптасқан иерархияны құрметтеу маңызды. Енеңізді ұнатпасаңыз да, оның сол үйде бастық екенін есте ұстауыңыз керек. Сондықтан құрмет көрсетуіңіз қажет. Оған мен сіздің пікіріңізді ескеремін және кеңесіңізді мүмкіндігінше қабылдаймын деп айтыңыз. Сонда ол марқайып, риза болып қалуы мүмкін. Кейбір енелер өз ұстанымын білдіріп, келінді қабылдамауы мүмкін. Алайда мұндай отбасыда ауызбіршіліктің болуы екіталай. Немесе баласының таңдауын қабылдап, төзімділік пен құрмет көрсетсе, онда олар бейбітшілік пен келісімде өмір сүреді. Отбасында келіндердің де, енелердің де өз кеңістігі бар. Егер олардың бірі өз өкілеттігінен асып кетсе,
оларға қатысы жоқ мәселелерге араласса немесе бір-бірінің аумағына қол сұқса, түсініспеушіліктер мен мәселелер туындайды. Ене мен келіннің арасында қандай да бір түсініспеушілік туындаған жағдайда келін енесіне емес, күйеуіне айтқаны жөн. Ол анасымен сөйлесіп, өз проблемаларын өздері шеше алатындығын ақырын түсіндіру керек. Сен келінсің, сен міндеттісің деген ойдан аулақ болған жөн. Белсенді және психологиялық тұрғыдан жетілген әйел үшін мұны қабылдау қиын. Келініңіз бен ұлыңыздың тәуелсіздігін мойындаңыз. Олардың қарым-қатынасына араласпаңыз. Олар отбасында өз ережелерін орнатуы керек. Келіннің өз бөлмесінің қожайы екендігін де ұмытпаңыз. Келіннің некеге дейін қалыптасқан өз әдеттері, тазалығы, ұқыптылық және сұлулық туралы өз түсінігі бар. Үй шаруашылығындағы міндеттерді ортақ кеңістікте бөліңіз. Келін жауапты салаларды басқаруға және үстемдік етуге тырыспаңыз. Егер келініңіз тым жас болып, көп нәрсені, мысалы, тамақ істеуді білмесе үйретуге болады. Тек жай ғана қалай дұрыс істеуге болатынын айтыңыз. Мысалы, қамыр жая алмаса, жаймен көрсету керек. Намысына тиетін сөздер айтып, кемсітіп, мазақ қылудың қажеті жоқ. Келініңізбен бәсекелеспеңіз. Ұлыңыздың таңдауын мойындау маңызды. Диалогқа ашық болыңыз. Ұлыңыздың әйелімен тең құқылы адам ретінде сөйлесіңіз. Оны жеңу немесе қысым көрсету позициясынан емес. Ұлыңыздың есейгенін түсініп, кей шешімдерді өздеріне қалдырыңыз. Сіз өзіңізге ұнайтын немесе бұрын уақытыңыз болмаған нәрселермен айналыса аласыз. Өзіңізге уақыт табыңыз, қыдырыңыз, достарыңызбен байланысыңыз, денсаулығыңызға қарап серуендеңіз. Егер күйеуіңіз болса, онымен көбірек уақыт өткізіңіз. Бұл жерде айтқым келгені, үйдегі ұсақ-түйекке жүйкеңізді тоздырғанша уақытыңызды тиімді пайдалана аласыз. Сондай-ақ келін де енесінің жеке өмірі бар екенін мойындау қажет. Ол сіздің балаларыңызға қарауға, үй шаруасына немесе қаржылық мәселелері көмектесуге міндетті еместігін түсінуіңіз қажет. Сондай-ақ сіз күйеуіңіздің анасынан көмек сұрай аласыз. Дегенмен, ене бұл көмектен бас тартуға құқылы. Осы кеңестерді есте ұстаса, келін мен ене арасында келіспеушіліктер болмайтынына сенімдімін. Әрине, күйеуі де сырттай қарап қалмай, келіншегінің өз отбасына сіңіп кетуіне көптеген көмегі барын ұмытпағаны жөн. Ер адам өзін қалай ұстау керек? Күйеуі әйелі мен анасының арасында қарым-қатынас үшін жауапты. Мынаны есте ұстаған жөн. Некеге тұрған сәттен бастап, әйеліңіз сіздің өмірдегі басты серіктестігіңізге айналады. Шекаралар қойыңыз. Егер анаңыз әйеліңізге немесе отбасында қарым-қатынасқа әсер етуге тырысса, бұл сіз бен жұбайыңыздың арасындағы қарым-қатынас екенін анық көрсетіңіз. Егер қақтығыстар туындаса, әйеліңіздің мүдделері мен сенімдерін қорғаңыз. Дегенмен, бұл әйеліңіз анаңызды қорлай алады, немесе сынай алады дегенді білдірмейді. Бұл мәселені әйеліңізбен ашық талқылаңыз, және оған жақыныңызға деген бұл көзқарас сізді қалай ренжітетіндігін айтыңыз. Екі әйелге де құрмет көрсетіңіз. Қарым-қатынас жасау мүмкіндіктерін жазсаңыз, достық қарым-қатынас сақтауға, жеңілдіктер жасауға және бір-бірінің мүдделерін ескеруге тырысқаны үшін анаңыз бен әйеліңізге мүмкіндігінше жиі алғыс айтыңыз. Ең бастысы, енелер мен келіндер үшін қарым-қатынас орнасу көбінесе қиын болып табылады. Екеуі де бәсекелестік сезінеді және бір ер адамның назарын аудару үшін бәсекелеседі. Сонымен қатар бұл әйелдер әртүрлі ұрпақтан, әртүрлі отбасылық құрылымдардан шыққан. Егер олар бірге тұруға мәжбүр болса, бір-біріне өз көзқарастарын айтқысы кеп тұрады. Үйлесімді қарым-қатынастың кілті бір-бірінің шекараларын құрметтеу, мәселелерді талқылау және үй шаруашылығындағы міндеттерді нақты бөлу болып табылады.